Ең алғаш 17 жасында жас қанатта бас жүлдені иеленген Димаш Құдайбергенов одан кейінде халықаралық байқауларда жеңіс тұғырынан көрінген. Күрделі әндерді көп орындайтын жас әншінің мұндай жетістіктерге жетуі сирек кездесетін ерекше даусының арқасы. Бала кезінен бастап хорда өлең айтып жүргенде мен ылғида бірінші сапараны қыздардың арасында айтатын болдым. Содан соң мутационный период деген бар, дауыстың өзгеріске ұшырауы. Жасөспірім бала есе бастаған соң дауысы да өзгереді. Сол себептен сондай құбылысқа мен де тап болдым. Дауысым өзгерді. Кейбіреулер ойлап жатады, дауысы өзгермеген деп. Даусым өзгеріске ұшырады. Күрделі әндерді көп орындайтын жас әншінің мұндай жетістіктерге жетуі сирек кездесетін ерекше даусының арқасы. Жаттығу, мысалы, дыбысты резонаторға жіберу керек әрқашанда. Өлең айтқан кезде. Таңдайды көтеріп айту керек, опорға салу керек, мысалы. Осылай бірнеше октавамен распев жасаймыз. Дара дауысты дарын иесінің қоржынында 17-ге жуық ән бар. Болашақта техникалық мүмкіншіліктерін арттыра отырып, жаңа ән жазып, жаңа бағытта шықсам деген ниетте. Ол өзінің дауысына сай әрбір тональностьті көтеру үшін модуляция жасағанда, соның әдемі таба біледі орындарын. Мына тональностьті осыдан келесі тональностьке көшсек деген, бірақ даусының мүмкіншілігін толық пайдалана біледі. Сопрано дауыспен айтуды тек әнді кульминационный моментінде, шарықтау шегіне жеткен кезінде әрлеу барысында пайдаланам. Мен кәдімгі тенормын. Тенор, бірақ диапазоным қазіргі таңда енді алда уақытта 5-ші октаваға дейін 5 октава болады. Өмірін өнермен өрнектеген дарын иесінен сахна саңлақтары әлемдік деңгейдегі өнер майталмандарының ізін көреді. Осындай дауысты әншілер аз. Соның бірі Ерік Құрманғалиев болса, енді бүгін біздің арамызда Россиядан Витас деген әнші шықты кезінде. Бүгін енді жаңағы біздің бауырымыз Димаш шығып отыр. Жалпы әрине өте талантты семьядан шыққан, талантты бала, сұлу да, әсем. Сахнаға бір шыққаннан дайдидауменен халықтың көңілін жаулап алды. Сондай бір әдемілік, бір сондай ізденгенді көрініп тұрады. Дауысының сондай сыңғыры, қазалығы мені түсіндіреді. Бүгінде Димаш Құдайбергенов әріптестері мойындаған әншілердің қатарына қосылды. Бірақ ол мұнымен тоқтап қалмақ емес. Славянский базар және де Новая волна екі бір байқаудың біреуінден барып бағымды сынап, қазақтың атын ең алғашқы рет жеңіс туымен желбіреткім келеді. Қалам алып сөзге